Банкі отпен адамның арқасындағы бұлшық еттердің арасына жиналған суықты алады. Егер сіз арқаңыз терлеп тұрып далаға шықсаңыз, немесе морозильниктен зат алсаңыз, немесе кондердің астында көп отыратын болсаңыз, арқадағы бұлшық еттердің ортасындағы нервтерге суық тиіп, арқа тырысып, құрысып ауыратын болады. Сол жинала арқаны, мойныңызды қимылдатпай қояды. Сол үшін банкі қояды. Отпен банкі 5 минуттан 15 минут аралығында тұрады. Ол банкіні бақылап қарап отырамыз. Банкі жайлап қарая бастайды. Егер сіздің арқаңызда қатты суық болса, банкі қараяды. Сол үшін егер сіздің жұмыс орныңыз кондиционердің қасында және де жұмыс істейтін жеріңіз өте сквозняк болса, айына 1 рет арқаңызға массаж алып, банкі қойдырып тұрыңыз. Сол кезде сізде невралгия пайда болмайды. Егер бір қабырға аралық пайда болған невралгияны, немесе мойындағы пайда болған невралгияны бір емдемесеңіз, ол уақыт өте келе асқынып хронический невралгия болып кетеді. Яғни сәл арқаңыз суықтағанда қатып қала беретін болады. Сол үшін айына 1 рет, жұмыс орныңызға байланысты айына 1 рет, егер жоқ, ондайым жоқ, жұмысымда кондер жоқ, кондер көп қолданбаймын десеңіз, жылына 2 рет күзде, көктемде осылай арқаңызға банкі қойып, мойындағы тамырларды үздіріп, басыңызға массаж жасатып алыңыз.